Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 3 таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Сабақтың мақсаты 3 таңбалы сандарға бөлуді орындауды үйренесің. Алдымен мына оқулықтағы көп таңбалы санды 3 таңбалы санға қалай бөлу керектігін түсініп алайық. Алдымен бірінші толымсыз бөлінгіш ол 3918 сан екен. 653-ке қалай бөлеміз? Ол үшін мына 39-ды 6-ға бөлеміз. 6-дан келеді екен. 6 жердегі 6 36. 36 7-тен берсек асып кетеді. Сондықтан 6-дан береміз. 6-ны енді жеке-жеке алдымен бірлікке, одан кейін ондыққа, одан кейін жүздікке көбейтеміз. Сол кезде 3918 саны шықты. Бөліндінің мәні 6-ға тең екен. Екінші, 13752 санын 573-ке бөлу үшін алдымен бірінші толымсыз бөлінгішті тауып аламыз. Бірінші толымсыз бөлінгішіміз 1375 саны. 1375 санын 573-ке бөлу үшін мына 13-тің ішінде 5 2-ден бар. 2-ден береміз. Енді кезек-кезек көбейтіп шығамыз. 2-ні бірлікке көбейтеміз. 2 мен 3 6. 2 жердегі 7 14 бір ойда. 2 жердегі 5 10 ойдағымен 11. Енді азайтамыз. 1375 санын 1146 санын алған кезде 229 саны шықты. 229 саны 573 санына бөлінбейді, сондықтан мұндағы 2-ні түсіреміз. Енді 22-ның ішінде 5 4 рез бар. 4-тен береміз. 4 жердегі 3-ін 12 бір ойда. 4 жердегі 7-ін 28 ойдағымен 29 2 ойда. 4 жердегі 5-ін 20 ойдағымен 22. Ал енді сендерге түсінікті болу үшін қазір біз екінші тапсырманы бірге орындап көрейік. 4167. 4167 санын біз бөлеміз 463-ке. Енді 40 алдымен толымсыз бөлінгішті тауып алуымыз керек. 416 жетпейді 463-ке бөлуге, сондықтан бірінші толымсыз бөлінгішіміз біздің 4167 санын алады екенбіз. 41-ді 4-ке бөлсек 9-дан береміз. 9-дан енді кезек-кезек алдымен бірліктен бастап көбейтеміз. 9 жерде үшін 27, екісі ойда сақтаймыз. 6 жердегі 9-ын 54, ойдағымен 56 екен. 5-і ойда дейміз. 9 жерде 4-ін 36, ойдағы 5-ті қоссақ 41 болады екен. Азайтамыз, 0 шығады. Сонда біздің бөліндінің мәні 9-ға тең. Екінші, енді өзден шығар. Енді тексереміз. Тексердім. Ал тексер дейді. 463 санын 9-ға көбейтеміз. 9 жерде 3-ін 27, 2 ойда. 6 жердегі 9-ын 54, ойдағымен 56, 5 ойда. 4 9 36, ойдағыменен 41 болады екен. Сонда 4167 санымыз шықты. Демек, біздің бөлгеніміз дұрыс екен. Енді келесілерін беріп, мұнда қараңдар. Балалар, әр санды, әр шақпақтың ішіне жазамыз. Сонда бізде өзімізге де ыңғайлы болады. Көбейткенде де, бөлгенде де әр шақпаққа әр сан жазылу керек. Бірліктің астында бірлік, ондықтың астында ондық жазылу керек. Енді 5256 санының толымсыз бөлінгіші 5256 сан екен. 5584-ке бөлеміз. 52-ның ішінде 52-ні 5-ке бөлсек 9-дан береміз. 9 жерде 36, 3 ойда. 8 9 72, ойдағыменен 75, 7 ойда. 9 жерде 5-ін 45, ойдағы 7-ні қоссақ 52 болады екен. Сонда бөліндінің мәні тағы да 9-ға тең. Енді оны тексереміз. 584 санын 9-ға көбейткенде 5256 саны шықты.
өздерінде осылай тексеріп көріңдер. Енді 11584-ті 362-ге бөліп көрейік. Алдымен біз бірінші толымсыз бөлінгішті тауып алуымыз керек. 11 бөлінбейді, 115 бөлінбейді, 1158 саны біз бірінші толымсыз бөлінгіш деп аламыз. Енді 11-дің ішінде 3 жүз бар. 3 үшін 9. Енді 3-пен көбейтеміз. 2 жердегі үшін 6, 3 жердегі 6 18, бір ойда 3 жердегі үшін 9, ойдағымен 10. 1158-ден 1086-ны алған кезде 8-ден 6-ны аламыз 2, 5 8 алынбайды, алдындағы бір ондықты аламыз. 15-ден 8-ді алсақ 7 саны шығады. 772 саны шықты. 72 саны 362-ге бөлінбейді, сондықтан 4-ті түсіреміз. 724 саны шықты. Енді 72-ні 7 саны 3-ге екіден бар, 2. 3-тің ішінде 2 бар, 2-ден береміз. 2 жердегі 2 4, 2 жердегі 6 12, бір ойда 2 жердегі үшін 6, ойдағымен 7. Сонымен бөліндінің бәрі 32 екен. 362 санына 32-ні көбейтіп, қалай көбейтеміз? Алдымен бірліктермен көбейтіп шығамыз, тексереміз. 2 жердегі 2 4, 2 жердегі 6 12, бір ойда 2 жердегі үшін 6, ойдағымен 7. Енді ондықпен көбейтеміз. Ондықпен көбейткен кезде біз ондықтың астына жазамыз. 3 жердегі 2 6, мынау бірінші бірліктің астындағы клетканы бос қалдырамыз. 3-пен 2-ні көбейтеміз. 6 ондықтың астына жазамыз. 3 жердегі 6 18, бір ойда 3 жердегі үшін 9, ойдағымен 10. 4-ің өзі түседі, 6-ға 2-ні қосамыз, 8 болады. 8-ге 7-ні қосамыз, 15, ойдағымен 1 бар. 0, ойдағы 1 мен 1 болады, 1-дің өзі түседі. 11584 саны шықты. Қалғанын балалар өзіміз осылай орындайды екенбіз. Келесі енді 3-ші тапсырмамыз теңдеу. 3-ші тапсырмамыз теңдеуді қазір бірге орындайық. Д-ны 524-ке бөлеміз. 5000 алдымен теңдіктің оң жағындағы санды. Бұл күрделі теңдеу балалар. Күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. 3570-ті 70-ге бөлу үшін біз мына екеуінің нөлін қысқартып тастаймыз. 557-ні 7-ге бөлеміз. 7-ның ішінде 5-тен бар, 5-тен береміз. Және 7-ның ішінде 7 1-ден бар. Сонда 557-ні 7-ге бөлген кезде 51 шығады екен. Оны қалай жазамыз? Алдымен теңдіктің сол жағын көшіріп жазамыз. 524 тең, бізде мына теңдіктің оң жағынан қандай сан шықты? 51 сан шықты. Міне қарапайым теңдеуге айналды. Енді Д-мызды теңдіктің сол жағына өзін қалдырамыз. Енді теңдіктің оң жағына, алдымен теңдіктің оң жағындағы сан жазылады. 51, мынау 524 бөлу, мұнда көбейту болып түседі. Теңдіктің оң жағына көбейту болып түседі. 524. Енді Д тең дейміз. 51-ді 524 санына баған түрінде көбейтіп аламыз. 26724 саны шығады екен. Енді тексерейік. Д-ның орнына бізге 26724 санын қойайық. Оны 524-ке бөлгенде бізде 51 саны шығу керек. 26724 санын 524-ке бөлгенде бізде 51 саны шығады екен. Бастапқы саны жазамыз. 3570 бөлу 70. Сонда екі жақта 3 қоймына, 3 қалып жатыр. Сонда 51 тең 51 шығады екен. Теңдіктің екі жағы да тең деген сөз. Екінші
Екінші теңдеуді де дәл осылай орындаймыз. Алдымен қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. 98.756-дан 97.984 азайтамыз. Қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. Содан кейін x тең мынау шыққан санға 258 санын көбейтеміз. Одан кейін тексереміз. Балдар жақсы. Ары қарай төртінші тапсырма. Төртінші тапсырма. Егер тік төртбұрыш пішінді үстелдің ауданы 126 дециметр квадрат, ал ұзындығы 14 дециметр болса, ені қанша болады дейді. Алдымен біз асын орындайық. Асында бізде ауданы белгілі. Ауданы тең 126 дециметр квадрат екен. Ұзындығы белгілі. Ұзындығын біз А-мен белгілейміз. А тең 14 дециметр екен. Бізде не белгісіз? Бізде ені белгісіз. Дециметр. Ені қанша болады? Енді осы енін табуымыз керек. Ол үшін шешуі дейік. S белгілі болған кезде формуласын жазайын, өздерің шығарасыңдар. А-ны ауданды қалай табамыз балдар? А мен Б-ны көбейтіп табамыз. А дегеніміз ұзындығы, Б дегеніміз ені. Тік төртбұрыштың А және А-ны Б-ға көбейткен кезде бізде не шығады? Ауданы шығады. Ауданы бізде белгілі 126 дециметр. А-мыз ұзындығымыз белгілі. Енді мына Б-ны табу үшін не істейміз? С-ны А-ға бөлуіміз керек. Б-ны табу үшін Б тең. Б-ны табу үшін біз С-ны бөлеміз А-ға. А мен Б-ны көбейтіп, біз С-ны шығардық. Енді бізде Б белгісіз. Б белгісіз болғанда ауданды ұзындыққа бөлеміз, сол кезде Б шығады. Бізде ауданымыз 126 дециметр квадрат. 126 дециметр квадратты бірге шығарайық біріншісін. Б тең 126 дециметр квадрат бөлеміз 14 дециметрге. Тең қанша болады? 9 дециметр болады екен. Сонда Б тең 9 дециметрге. Жақсы, енді әсін шығарайық. Әсі, осы үстелдің енді периметрін есепте дейді. Осы үстелдің периметрін. Әсі бізде ауданы белгілі. Периметрді табу үшін не істеуші едік? А ұзындығымыз белгілі 14 дециметр. Б-мыз белгілі 9 дециметрге. Енді периметрді табу үшін не істеуші едік? Периметрі бізде белгісіз. Периметрді табу үшін біз периметр тең А мен Б-ның қосындысы, оны 2-ге көбейтеміз. Міне, периметрді қалай табамыз? Барлық қабырғалардың қосындысы деген сөз. Б мен А-ны қосамыз, оны 2-ге көбейтеміз. Өйткені Б-дан, міне мынау, Б 2 қабырға, А-дан 2 қабырға. Сондықтан Б мен А-ны қосып алып, оны 2-ге көбейте саламыз. Сонда сендер 14-ке 9-ды қосасыңдар, аға Б-ны қосып, оны 2-ге көбейткенде периметр шығады екен. Жақсы, олай болса ары қарай кеттік. 5-ші тапсырма.
Бесінші тапсырма бізде кітапта кішкене қате кеткен сияқты. Аспан астындағы ашық музейге 3 күнде бейсенбі, жұма, сенбі 11.875 адам келді дейді. Бейсенбі күні келушілер саны сенбі күні келгендерге қарағанда 3-ке кем болды дейді. 3-ке емес, мұнда 4-ке кем болды дедім, өйткені 3-ке кем болса бізде санымыз шықпай қалады. Ал жұма күні 3875 адам келді. Бейсенбі және сенбі күндердің әрқайсында музейге неше адам келді? Бейсенбі күні белгісіз, 4 адамға кем сенбі күнгіге қарағанда. Жұма күні 5875 адам болыпты. Енді бұны қалай айтамыз? Барлығы 3 күнде 11875 адам келді. Шешуі 11875 барлығынан мынау белгілі, жұма күні келген адам белгілі. Соны не істейміз? Азайтамыз. 3875 адам жұма күні келген. Жұма күні келген адам белгілі, сондықтан оны азайтып тастаймыз. Бізде сонда 8000 қалды. Енді 8000. 8000 ол бейсенбі және сенбі келген адамдардың саны. Бейсенбі мен сенбі адамдардың саны, келген адамдардың саны. Енді бейсенбі күні сенбі күнгіге қарағанда 4-ке кем дейді. 8000-нан азайтамыз 4-ті. 4-ке кем деп тұр. 4 азайтсақ 7996 саны шығады екен. Енді осы 2 күнде, бейсенбі мен сенбі күн 2 күнде 7996-ны біз не істейміз? 7996-ны 2-ге бөлеміз. Өйткені мына 2 күнге біз бөліп тастауымыз керек. 2-ге бөлеміз, сол кезде бізде шығады. Қаншадан? 3998 адамнан. Бізде сенбі күні 3998 адам болды. Ал бейсенбі күні 4-ке кем, бағана 4-ті алып қойып еді ғой 8-ден. Енді соны қосамыз. 3998-ге қосамыз 4-ті. Өйткені бейсенбі күні сенбі күнге қарағанда бейсенбі 4-ке кем. Бейсенбі күні сенбі күнге қарағанда 4-ке кем. Демек, сенбі күні қаншадан болады? 4002. Бейсенбі күні жауабына жазамыз. Бейсенбі 3998 адам екен. Ал сенбі күні бізде 4002 адам. Сонда сенбі күні бейсенбі күнге қарағанда 4 адам артық, бейсенбі күні 4 адам кем екен. Бұл осылай шығарасыңдар. Келесі 6-шы тапсырмада не дейді? 6-шы тапсырмада өрнектер құрып, олардың мәнін тап дейді. Азайғыш 208500, азайғыш 208500, азайтқыш 44455, 44455 ол азайтқыш. 44455 пен 523 сандарының бөліндісі түрінде өрнектелген дейді. 44455-ті бөлеміз 523-ге. Енді біз не істейміз? Бірінші амал 44455-ті 523-ге бөлеміз. Екінші амал 208500-ден мына шыққан санды азайтамыз. Бірінші амал, екінші амал деп орындаймыз оны. Екінші әсі 120.638 пен 80.294 сандарының қосындысына 11.983 пен 521 сандарының бөлінісін қос дегенде қалай жазамыз? 120.638 сандар мен 80.292 сандарының қосындысы және 11.983 пен
21 сандарының бөліндісін қос дейді. Бірінші амал бізде 11983 санынан 521 санына бөлеміз. Бөлеміз 23 саны шығады. Мұнда 23 саны шығады. Енді кезекпен 120.338 санына осы 23-ті қосамыз. Мынау екінші амал. 120.638 санына 23-ті қосқан кезде 200.938 саны шығады екен. Оған 11.983 санын қосамыз. Үшінші амал. Бұнда да бірінші амал, екінші амал, бұл жерде үш амал екен. Үшінші амал деп орындаймыз, балалар. Келесі 7-ші тапсырма. Жетінші тапсырма. Асы, мектеп асханасына күріш әкелінді. 6 күн бойы күніне 4 килограмм 500 граммнан күріш жұмсалды. Егер асханада 32 килограмм күріш қалған болса, асханаға қанша килограмм күріш әкелінді? Жұмсалды 4 килограмм 500 граммнан 6 күн бойы. Сонда 6 күн бойы 4 килограмм 500 граммнан жұмсалған болса, сонда қаншасы 32-сі қалды, қаншасы әкелінді белгісіз бізде. Ол үшін біз не істейміз? 4 килограмм 500 граммды 6-ға көбейтеміз. Өйткені бір күнде 4 килограмм 500 граммнан жұмсаса, 6 күн бойы қанша килограмм жұмсады? 4 килограмм 500 грамм дегеніміз 4500 грамм. 4500 граммды 6-ға көбейтеміз. Сонда 2700 грамм. 2700 грамм дегеніміз 27 килограмм екен. 27 килограмм. Енді барлығы қанша әкелінген белгісіз. Оның жұмсалғаны 27 килограмм. Одан қалғаны 32 килограмм. Сонда барлығы қанша килограмм әкелгендігін табу үшін біз 27-ге 32 килограммды қосамыз, барлығы 59 килограмм болады екен. Сонда мектеп асханасына барлығы 59 килограмм күріш әкелінген. Енді біз әсін шығарайық. Асханада орам жапырақ салынған 85 бәліш пісірілді. Бұл күріш салынған бәлішке қарағанда 2 есе аз. Орам жапырақ салынған бәлішке қарағанда күріш салынған бәліштің 2-еуі артық пісірілді. Қысқаша берілген орам жапырақпен 85 бәліш бұл деп мына күрішке қарағанда. Бұл 2 есе кем. Орам жапырақпен жасалынған бәліш 2 есе кем. Күрішпен жасалған бәлішке қарағанда 2 есе кем. Демек, күрішпен жасалған бәліш орам жапырақпен жасалған бәлішке қарағанда 2 есе артық деген сөз. Енді оны қалай шығарамыз? Бұл жанама сұрағы бар есеп екен. Орам жапырақпен 85, бұл 2 есе кем дегенде біз керісінше 2-ге көбейтеміз. 85-ке 2-ні көбейтеміз. Сонда біз күрішті табамыз. 85-ке 2-ні көбейтіп біз күрішті табамыз. Енді күрішпен жасалған бәлішпенен орам жапырақпен жасалған бәлішті салыстыруымыз керек. Қайсысы артық, қаншаға артық екенін табу үшін біз не істейміз? Азайтамыз. Екінші амалда азайту амалын қолданады екенбіз. Енді бұсы 17 қалта ұнның массасы 34 килограмм, ал 25 қалта күріштің массасы 75 килограмм. Күріш салынған қалта, ұн салынған қалтадан қанша килограммға ауыр? Бізде белгілі 17 қалта ұн 34 килограмм, 25 қалта күріш 75 килограмм екен. Енді біз нені табуымыз керек? Біз бір қалтада қанша килограмм сиятын табуымыз керек. Бір қалта ұн қанша килограмм тартатын табуымыз керек. Ол үшін біз 34, бірінші амал, 34 килограммды бөлеміз 17 қалтаға. Екінші,
25 қалта күріш 75 килограмм болса, бір қалта күріш неше килограмм болатын табу үшін біз 75 килограммды бөлеміз 25 қалтаға. Енді салыстырамыз. Мұнда 2 килограмм. Бұл бір қалта күріштің бір қалта күріш екен. Бір қалта күріш, сонда 2 килограмм. Мұнда 3 килограмм. Бір қалта күріш. Мұнда 10 екен. Кешіріңдер. Мұнда 10. Біз нені таптық? Бірінші 10 ғой. Бірінші 10. Бір қалта 12 килограмм, ал бір қалта күріш 3 килограмм екен. Енді не істейміз? 3 килограммнан азайтамыз 2 килограммды, сонда 1 килограмм. Сонда бір қалта күрішіміз бір қалта ұнға қарағанда 1 килограммға ауыр болады екен. Жауабы бір қалта күріш, бір қалта ұнға қарағанда 1 килограмм артық дейміз, ауыр дейміз. Келесі 8-ші тапсырма. Соңғы тапсырмамыз. 4 бұрышты. Қалай ойлайсың? 4 бұрышты бір түзу сызықпен бөлуге бола ма дейді. 4 бұрышты бір түзу сызықпен бөлуге болады. Бөлуге болады, балалар? Қазір сызып көрейік. Міне, Б нүктесінен Д нүктесіне дейін біз түзу сызып көрейік. Енді осы әрқайсының тік бұрышы бар 2 бұрышқа. Тік бұрышы бар 2 бұрыш бола ма? Болмайды, е? Тік бұрышы бар. Так, мұнан алып сызайық. Түзу сызып жүргізейік. Тік бұрышы бар. Мұнда тік бұрышы емес. Мұнда қисайып тұр, балалар. Тік бұрыш болу үшін, мына жерден бекіп келу керек. Так, дұрыс сызбадым. Біріншісі, әрқайсының тік бұрышы бар 2 бұрыш. Шықты ма? Шыққан жоқ. Мұнда да қисық. 90 градус емес, балалар, қараңдар. Қазір мен сызып көрсетейін. Түсінікті болу үшін, тік бұрыш болу үшін бізде жоқ, бұлайын. Дұрыс болады. Біріншісі жоқ дейсіңдер. Қалай ойлайсың? Тік бұрышты түзу сызықпен бөлуге болады. Бола ма? Әрқайсының тік бұрышы бар екен. Бар 2-3 бұрыш жоқ дейміз. Енді тік бұрыштары жоқ 2 бұрышқа сызуға бола ма? Иә. Біріншісі иә. Біріншісі жоқ. Біріншіміз жоқ дейміз. Екіншіге иә дейміз. Өйткені тік бұрыш болу үшін мынау сол жаққа қарай қисайған. Мына жерден бастау керек. Мынау түзу болу керек қарай. Тік бұрыш болу үшін мына жерде тік болу үшін мұнда доға болып тұр. Мұнда да доға болып тұр. Түзу болып тұрған жоқ. Сонымен жақсы. Балалар, осы үйге тапсырма 58-ші беттегі 9-шы тапсырма теңдеуді шығарамыз. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.